Төребеков Есен Мейрамханович, менде ноябрьде оқыпсыз офлайн. Ал нәтиже қандай? Қанша тендерге заявка бердіңіз? Қаншасын ұттыңыз? Соммасы қандай? Таза пайдасы қандай? Заявка бергендерім санаған жоқпын, көп енді. Ұтқан тендерлерім 5 па сондай. Молодец. Соммасы қандай? 3.192.000 ба сондай копейкасы бар. Не, давайте, без тендер ұттыңыз. Давайте санайық. Мен математиканы жақсы көремін ғой. Бірінші тендеріңіз қандай бағада? Және нені ұттыңыз? Бірінші тендер қорқып жүрген кезде ең кішкентай тендерге қатысқаным былай бере салам 700 теңге деп электронда. Соммасы қандай болды? 35 мың болды. 35 мың теңге. Ал екінші тендеріңіз қанша болды? Екінші тендер сол жаңағы 3 миллион ол да электрон. Плюс 3 миллион. Үшінші тендеріңіз қандай? Үшіншісі жаңағы клавиатурамен жаңағы клавиатура емес. Ол қанша соммасы? 150, анау 120, 270. 270 мың теңге. Төртіншісі перчатка. Ол 120 ма сондай. 120 мың теңге. Так, дальше. Последняя труба. Ол да кішкентай аз 345 мың. 345 мың. Так, сіздің оборотыңыз 3 миллион 770 мың теңге шығады. Ал бірінші тендерден қанша пайда таптыңыз? 35 мың электродтан. 15 мың. 15 мың теңге. Так, 3 миллионнан қанша көрдіңіз? 547. 547 мың, плюс 547 мың. Ага. Неден клавиатурадан қанша көрдіңіз? 120. Ойба, плюс 120. Печаткадан қанша көрдіңіз? 35. Трубадан қанша көрдіңіз? Трубадан 75 мың. Сіздің таза пайдаңыз 792 мың теңге екен. Сөз жоқ, жақсы жаман емес. Қазақ еліне плюс 1 миллионер деп айтсам болады. Болады екен ғой. Оборотыңыз 3 миллионнан асты, таза пайдаңыз 790, почти что 800 мың теңге. Ал қанша уақыт кетті осы тендерді ұту үшін? Және бұл пайданы көру үшін қанша уақыт? Декабрьдің 27-сі жаңа ең кішкентай, жаңа 35-тен бастады. Соңғысы 24 февраль. 24 февраль. Январь, февраль, 2 айда. 2 айда 792 мың теңге. Таза пайда, бұл енді бастамасы ғана ғой. Январда 20-сына дейін қатыспады ғой. Бір ай еще қаңтар оқиғасы болды ғой. Сіз бір ай. Получается, бұл бір айдың нәтижесі 792 мың теңге. Сіз кім болып жұмыс істейсіз, айтыңызшы. Жалақыңыз қанша? Осы Алматы қаласы Карлсберг деген эпизод істеймін, жалақым 400-ге жуық. Сонда сіз, получается, өзіңіздің жалақыңызды 2 есе бір айда шығарып алдыңыз. Сіз күнделікті 8 сағат жұмысқа кетіресіз, дұрыс па? Жалақыңыз 400 мың теңге. Енді мына 5 тендерді ұту үшін шамамен қаншама уақыт кетті? Нақты компьютерге отырдым, тұрдым, қанша уақыт кетті? Күнде сол былай компьютерге таңертең тұрамын да, сол 10-нан 12-ге дейін отырамын, жаңағы поставщиктің медициналарын біліп, звондап. Жұмысым бірден бір нөш 2 күн демалыс күндері. Қалған 2 күн жаңа жұмысқа барып келемін. Сонда получается, сіз күніне 2 сағат бөлесіз? 2 сағат? 2 сағат, сосын түнгі 12-лерде бір 1 сағаттай отырамын. 3 сағат. Қараш, енді қараңыз, 30 күнді біз көбейтеміз 3 сағатқа, 90 сағат бөлеміз. Бір рабочий күн 8 сағат қойды. 11 күннің ішінде 792 мың теңге таза пайда. Керемет. Маған өте қызықты өзім үшін. Сіз бастапқыда тендерге келген кезде қандай да бір қорқыныш болды ма сізді? Болса қандай сезімде болдыңыз? Ожидание и реальность деген бар ғой, например, заказчиктен көп адамдар қорқады деген сияқты. Жолдасым айтты ғой, тендер туралы үйретеді екен сізді. Сосын жарайды деп қатыстық. Сізден полный курс па? Сондайын сатып алдық қой. Бас кезінде тауарларын мен бағаларын білмейміз енді, мысалға. Сайттардан көреміз, сайттардағы ортада жүрген перекупщиктер дейміз ба, или баға оларда жоғары болады екен, іздесе егер табуға болады екен, арзан баға. Ал енді сіз неден қорықтыңыз? Айтыңызшы, қорқыныш болды ма, және де неден қорықтыңыз? Қорқыныш болғанда жаңа минусқа кетіп қаламын ба дейсіз бе, бірінші. Қазір былай ойлап жүріп, бірінші ұтып алсақ, кейін тауар табуға арзан баға. Ал тендерді ұтқан кезде, алғашқы товарыңызды тапсырған кезде заказчик қабылдамай қоя ма деген қорқыныш болған жоқ па сізде? Жоқ, болған жоқ. Бір несін экземплярын апарып көрсетем.
осы боламы осыны ала берейін барға. Содан кейін сол егер келісіп жатса сол тауарды аламын. Барлығы келісіп отыр, келіспеген ешкім болмайды. Енді Есен, сізге бір сұрақ бар. Қандай сіз почти что 4 миллионға оборот жасапсыз, 800 мыңға таза пайда шығарып жатырсыз. Енді менде сұрақ, біреуге пара бердіңіз ба? Потому что көп адам ойлайды, тендерді ұту үшін міндетті түрде пара болу керек. Бір какой-то дәулет туысқаның болу керек обязательно, бір какой-то депутат, например, деген сияқты. Простой адамдар тендер ұта алмайды деген ой бар да елде. Осыған не деп жауап бере аласыз? Кімге не деп пара беретінін түсінбей тұрмын. Компьютермен өзіңіз қатысасыз, бағаны өзіңіз қоясыз. Ар жақтан протокол жаңа несі шығады, қарайсыз. Одан кейін жаңа договор жібереді. Бәрін үйде отырып істей бересіз ғой. Кім ешкімнің алдына бармайсыз. Просто жаңа тауарды бір көрсетіп өтемін, алдын ала. Мынау бола ма, осыны алып келемін. Содан кейін ол тауар жеткізіп беремін. Документтерін бәрін жаңа электронный акт, счет фактура бәрін біткеннен кейін ақшасын түскенін күтіп жүреміз. Есен, мынандай сұрақ, сабақ сізге түсінікті болды ма? Түсінікті болғанда бас кезінде бір қарадым да, одан кейін ары қарай оп-оңай. Ал енді ойланып, курс алайын ба, оқиын ба, оқымайын ба деген кісілерге не деп айта аласыз? Көп менде подписчиктер көп қой мәселен. Олар көбісі қарап отырады. Бір адамдар бір жыл бойы шешім қабылдай алмай жүр тендерді курсты алуға. Сол кісілерге не дейсіз? Ештеңеден қорықпау керек. Қанша адамдар бар ғой, өзіне сенімді адамдар қатысып ұтып жатыр ғой, ешқандай жаңа пара беріп жатқан жоқ бәрі. Жағдай келіп тұрса, ол бір жыл ойланып жүретін не емес. Оқу керек, алға ұмтылу керек. Осы жаңағы айтып жатқан табыстың сіздің арқаңызда, мысалы, сіз үйретіп, білгеніңізді бөлісіп, қазақ елі бай болсын деп, ешқандай неңізді жасырмай, бар ниетіңізбен мысалға бөлісіп, ақылыңызды айтып, түсінбесек түсіндіріп, мысалға звондап. Бірінші білім, еңбектену керек, әрекет ету керек. Өте дұрыс, өте дұрыс. Әрекет түбі береке. Есен, көп сізге рахмет. Алдағы уақытта мен сізге көп пайдалы тендер ұтады деп сізден қатты үмітім сізде деп айтсам болады. Әрекетке берекет. Рахмет. Демалыңыздар, шаршап кеттіңіз ғой что-то. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Терлік. Сау болыңыз, давайте.